Әл-Бақара сүресі 93-101 аяттар. Тұр тауын төбелеріңнен төндіріп тұрып, өздеріңе түсірілген қағидаларды қадірлеп, оны берік ұстаныңдар, дедік. Әмірлеріңді естідік, бірақ оған бағынбаймыз, деді олар. Осындай күпірліктерінің кесірінен жүректеріндегі Аллаға деген махаббаттары алтын бұзауға ауып кеткен еді. Оларға айт, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сендердің сенім нанымның әмірімен жасаған іс-әрекеттерің неткен жексұрын еді. Имандарыңның кәміл болмағаны ғой. Егер де Алланың құзырындағы ақыреттік рахат өмір басқа пенделерге емес, тек сендер үшін ғана даярланған деп айтқандарың ақиқат болса, онда өз бастарыңа өлім тілеңдер, деп айтқан оларға, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Алайда олар өз қолдарымен қандай іс жасағандарын жақсы біліп тұрса да, еш уақытта өз бастарына өлім тілемейді. Залымдардың шын пейілін Алла жақсы біледі. Барлық адамдардан да, тіпті көп құдайшылардан да, олардың яһудилердің өмірге тым құштар екенін сенің көзің міндетті түрде жетеді. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Олардың әрқайсысы 1000 жыл өмір сүргісі келеді. Бірақ сондай ұзақ ғұмырдың өзі де оларды азаптан алыстатпайды. Алла олардың істеген істерін бақылауда. Жәбірелге кім жау болушы еді? Деп оларға айтқан, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Алланың әмірі бойынша Құдайға бойсынушылар үшін сүйінші болған, бұрынғы түсірілген ақиқаттарды растаушы Құранды сенің жүрегіңе ұялатқан сол ғой. Алламен жауығып, оның періштелеріне, елшілеріне және Жабриил мен Микаилге жау болған кәпірлерге Алла да жау. Біз саған айқын аяттар түсірдік. Ол аяттардан тек пастықтар ғана бас тартады. Әрбір ант берген сайын, немесе Құдайдан әмір алған сайын, яһудилердің бір тобы берген анттарынан дереу тайығып шығатын. Әттең, олардың яһудилердің көпшілігі Тәуратқа иланбайды. Алла тарапынан олардың қолдарындағыны, Тәуратты растайтын елші келгенде, сол кітап түсірілгендердің бір тобы Алланың кітабын мүлде білмейтін, кейін танып, иығынан асырып лақтыра салады.